Достар, қалайсыздар? Менің атым Мадияр. Бүгін бізде мукбанг, түскі асқа менде 5 бармақ, 5 дейміз, ет дейміз, енді әр адамға қалай ыңғайлы солай айтады. Қосымша бауырсақ енді магазиннің бауырсағы, так что түрі немножко шашықтанский. Сорпаға құрт қосып жейміз, енді дәмді болады деп сенем. Друзья, всем привет! У меня сегодня двуязычный мукбанг, как можно правильно назвать. У меня сегодня бешбармак, домашний, готовила мамочка. Огромное спасибо мамулечке. Бауырсаки, я уже сказал, они покупные, поэтому немножечко уставшие от жизни. Сорпа, одна кисешка сорпы, значит, с куртом. Сегодня я много говорить не буду, сегодня я буду просто есть. Достар, енді бүгін бізде мукбанг болғанымен көбінесе көп сөйлемеймін, көбінесе тамақ жеймін. Негізі мен солақаймын, сондықтан да сол қолмен жеймін. Жаңағы мұсылмансыз ба, мұсылман емессіз ба дегендер сұрақтар көп болатын шығар. Бірақ мен өзім солақаймын, өзіме ыңғайлы. Сондықтан да айып етпеңіздер. Сорпа мен құрт енді керемет енді. Так, ну что, ребят, у меня сегодня сорпа с куртом. Кайф. Астарыңыз дәмді болсын. Приятного аппетита. Сорпа с куртом — это бомба. Етке, сорпа бетке дегендей, астарыңыз дәмді болсын.
Тойдым. Бля, яхный китой. Ну что, друзья, я наелся. Сегодня без разговоров было. Я надеюсь, вам такой формат понравился. Напишите в комментариях ваше мнение. Спасибо вам за поддержку, за ваши лайки. Было безумно вкусно. Огромное спасибо мамочке. Достар көп рахмет. Осындай формат ұнаса комментарийға жазыңыз. Анама көп рахмет осындай дәп-дәмді беш бармақ пысырған үшін. Жарайды, келесі видео көрісерміз. Друзья, увидимся на следующих видео. Пока-пока. Пока!